еліміздің тұрғындарына, халыққа, қандай жастарға деген қандай үзгі ниетіңіз бар, қандай ақылыңыз бар, елге айтар бір өзіңіздің ұсыныс тілектеріңіз бар ма? Сол жөнінде айтып өтсеңіз ата. Отан соғысының біткенде 71 жыл болды. Құдайға шүкір, сонан бері біздің халқымыз өте жақсы. Ешқандай бізге қолын соғып ешкім тие алмай жатыр. Халық қазір елбасының жолдауымен барлық тапсырманы орындап өте жақсы өмір сүріп жатыр. Жастар, біздің жастар келешегіміз. Жастар өзінің отанын сүйе білу керек. Жастар еңбекқор болу керек. Жастар толық білім алу керек. Жастар еш уақыттары біздің өзіміздің ата-бабамыздың қиындық көріп жеңген мына жерлерін, елін ешкімге бермей, ешкімге қол тигізбеу керек. Бұл кісілердің жаңағы жолдастарымен қарым-қатынасы, бұл кісілердің қызмет жасаған жолдары, өмір жолдары бізге үлгі, конечно. Өйткені бұл кісі соғыс ардагері болса, маған тыл ардагері. Әлі күнге дейін мамында жаңа тылдан бір солдаттан жіберген рахмет, мына туған қолбағың үшін деген хаты бар. Жеңістен жеңіп отырыңыздар. Енді өзіңізде келіп болған сияз-сияздарыңыз, мақсаттарыңыз деген кішігірім шоколадтарыңыз қалтыдан ауыз тиіп отырыңыздар мына. Шайға бал салып, бал ішіп жеп отырыңыздар. Шай ішіп дегендей. Жастар бақытты болсын, ғұмырлы болсын, келешек өмір, отанымыздың игілігі сол жастардың қолында. Жастар өсе берсін, өркендей берсін, аспандар ашық, жүздері жарқын болсын жастар. Халық, ел, жұрт аман болсын. Қазақстанның көк байрағы желбірей берсін, аспандар ашық, жүздері жарқын болсын. Қазір оны ойнай берсін. Только біз алға қарай, батысқа қарай жылжи берейік. Батыста 30 елдің қатарында баруға Алла Тағала нәсіп ойласын. Бас аман келсе болсын. Амин. İlahi illallah, Muhammed Resulullah, yaratucu bir Allah, özün canına, özü esirge. Allah'ın rahmeti, Peygamber'in şefakatçisi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Mına kısı şöberesi болады. Осыны көрсетіңізші телевизордан. Немереден туған. Барлығы болса атамыздың арқасы болған. Тойдың жолда. Осы кісілер аман болсын деп ойладым. Осындай бала-шағаның арасында әлі жүре берсін. Бақытты болсын, сағатымен жақсылық болсын. Әкем 94 жаста. Біздің жеңіс күні деп құрметтеп, сый-құрмет көрсетіп жатсыздар. Рахмет сіздерге. Осы әкемнің жасына жетіңіздер. Осы кісінің батасын алыңыздар. Әкемізді мақтан тұтамыз. Өзіміздің асқар тауымыз ортамызда отырған тірегіміз бәріміздің